Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен ерітінділердің биорганикалық химиясы тарауы бойынша Льюис қышқылдары мен негіздері, металдардың аквакомплекстері тақырыбын қарастырамыз. Сіздердің алдарыңызда Маманова Салтанат Қажмұратқызы, Павлодар қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің химия пәнінің мұғалімі. Оқу мақсаттары: әртүрлі қышқылды негіздік теорияларды, яғни Арениус, Бринстед, Лоури және Льюисті ажырата білу және әрқайсының қолданылуы мүмкін жағдайларын білу. Олардың күшті және әлсіз жақтарын түсіну. Металл аква иондарының құрылымын тану және білу. Бұл иондардың әрекеті мен қышқылдық табиғатын, олардың аммиак, гидроксид және карбонат ерітінділерімен ерімейтін гидроксид және комплексті ион түзіп жүретін реакцияларын түсіну. Пәнге қатысты лексика мен терминология беріледі. Және диалогқа немесе жазылымға қажетті тіркестер. Кіріспе. Қышқылдар мен негіздердің химиядағы және біздің өмірімізде алатын орны ерекше екендігі барлығымызға мәлім. Қышқылдар жеміс-жидектердің құрамында, біздің ағзамыздағы асқазан сөлінде кездеседі. Сонымен қатар кейбір қышқылдар зертханаларда, өндірістерде қолданылады. Негіздер тұрмыстық заттардың, мысалы сабында, ыдыс, еден тағы басқа жуғыш заттардың құрамында кездеседі. Сонымен қатар тіс пастасы, жұмыртқа ақуызында болады. Топырақтың қышқылдық негіздік қасиеттерінің генетикалық және агротехникалық маңызы бар. Ағзамызда қышқылдық негіздік баланс қалыпты деңгейде болады. Тек pH мәнінің сәл ауытқуы түрлі аурулардың туындауына әкеледі. Қышқылдар мен негіздер теориялары өзара әрекеттесетін қышқылдар мен негіздердің табиғатын және қасиеттерін сипаттайтын негізгі физикалық, химиялық түсініктердің жиынтығы болып табылады. Теорияның міндеті қышқыл мен негіздің өзара әрекеттесу кезінде түзілетін өнімдерді, реакциялардың жүру мүмкіндігін болжау. Қышқылдық негіздік әрекеттесу табиғатта кең таралған және ол ғылым мен өндірістік практикада кеңінен қолданылады. Льюис қышқылдары мен негіздеріне тоқталмас бұрын, алдымен қышқылдар мен негіздердің теорияларына тоқталайық. Қышқылдар мен негіздер теориясының дамуының өз тарихы бар. Қышқылдар жайлы алғашқы теориялар қышқылдардың табиғатын теория жүзінде айыра білу Лавуазьенің еңбектерімен байланысты. Ол көптеген қышқылдар жай заттардың оттекпен әрекеттесуінен пайда болатынын байқады. Мәселен, күкірт пен фосфордың оттекті қосылыстары, оксидтердің судағы ерітінділері қышқылдық қасиет көрсететіндігі анықталды. Қышқылдарға тән ортақ қасиет, олардың құрамында оттек бар заттардың бәрі де қышқыл болады деген ұғым қалыптасты. Оттектің аты француздың оксиджен, яғни қышқыл тудырушы деген сөзінен шыққан. Лавуазье теориясы біршама қышқылдардың тұздардың түзілуін түсіндіре білді. Келесі, Арениустың электролиттік диссоциациялану теориясы, Бринстед Лоуридің қышқылдар мен негіздер теориясы және де Льюистің қышқылдар мен негіздер теориясы. Арениустың электролиттік диссоциациялану теориясының негізін 1887 жылы швед ғалымы Сванте Арениус қалаған. Осы еңбегіне 1903 жылы Нобель сыйлығын алған болатын. Теория бойынша қышқылдар суда ерігенде сутек ионын бөлетін электролиттер, ал негіздер гидроксид ионын бөлетін электролиттер. Мысалы, Арениус қышқылдарына азот, тұз қышқылдары, күкірт қышқылдары тағы сол сияқты жатады. Тұз қышқылының суда ерігенде диссоциациялану теңдеуі, яғни тұз қышқылы диссоциацияланғанда сутек ионы және хлорид ионына ыдырайды. Арениус негіздерінің бірі натрий гидроксиді. Натрий гидроксидінің суда ерігенде диссоциациялану теңдеуі көрсетілген. Яғни натрий гидроксиді суда ерігенде натрий ионы мен гидроксид ионына ыдырайды. Қышқылдар мен негіздер өзара бейтараптану реакциясына түседі. Бейтараптану кезінде сутек иондары гидроксид иондарымен әрекеттесіп, нәтижесінде су түзіледі. Арениус ұсынған қышқылдар мен негіздер моделінің әлсіз жері қышқылдық негіздік әрекеттесулерді тек су ерітінділерде қарастыруында болған. Еріткіш ретінде басқа сұйықтықтар алынғанда, сонымен қатар газды фазалар әрекеттескенде иондық теория түсіндіре алмайтын жайттардың беті ашылды.
Мысалы, тұз қышқылы натрий гидроксидімен және аммиак ерітіндісімен бейтараптанатыны белгілі. Яғни бұл реакция натрий гидроксиді қосылған H хлор түзіледі натрий хлориді және су. Ал аммоний хлоридінің түзілу реакциясы аммиак қосылған тұз қышқылы түзіледі аммоний хлориді. Натрий гидроксидімен реакцияда қышқылдың сутек ионы негіздің гидроксид ионымен Арениус теориясына сәйкес әрекеттеседі де нәтижесінде су түзіледі. Алайда аммиакпен реакциясында гидроксид иондар көрінбейтін сияқты. Бірақ сіздер аммиак суда еріп, аммоний мен гидроксид иондар түзіледі, реакция әрі қарай Арениус теориясы бойынша жүзеге асады деп айта аласыз. Дегенмен бұл реакция газ күйіндегі аммиак пен газ тектес хлор сутек арасында да жүреді емес пе? Демек, Арениус теориясы бұл реакцияны қышқылдық негіздік әрекеттесу ретінде түсіндіре алмайды. Брюнстед-Лоуридің қышқылдар мен негіздер теориясы немесе оны басқаша протолиттік теория деп те айтады. 1923 жылы Дания химигі Брюнстед және британдық физик-химик Томас Мартин Лоури ұсынған болатын. Ол теория бойынша қышқыл дегеніміз бұл протон, яғни сутек ионын беруші донор. Негіз дегеніміз ол протон, яғни сутек ионын қабылдаушы, яғни акцептор. Қышқылдар мен негіздер тек іліктес жұптар ретінде болады деген. Сіздердің алдарыңызда аммиак пен судың әрекеттесу теңдеуі қышқылдық негіздік әрекеттесу ретінде берілген. Нақтырақ айтатын болсақ, аммиак негізі ретінде протонды қосып, өзіне іліктес қышқыл NH4+, яғни аммоний ионын, ал су қышқыл ретінде протонын беріп, іліктес негіз OH- ионы түзеді. Кері реакцияда гидроксид ионы аммоний ионынан сутек протон қосып алып негіз болса, одан түзілген су гидроксид ионының іліктес қышқылы болады. Ал NH4+, яғни аммоний ионы қышқыл және одан түзілген аммиак оның іліктес негізі болады. Брюнстед қышқылдарының күштері. Іліктес жұптың қышқылы мен негізінің арасында өзара байланыс бар. Неғұрлым қышқыл күштірек болса, соғұрлым іліктес негіз әлсіз болады және керісінше. Мысалы, сірке қышқылы тұз қышқылымен салыстырғанда әлсіз қышқыл, сәйкесінше ацетат анион, хлорид ионның күштірек негізі. Қышқылдылықтың өлшемі тепе-теңдік константасы, яғни қышқылдық константасы Ka болып табылады. Алайда қышқылдық константасы өлшемін бағалау үшін қышқылдық көрсеткішті, яғни pKa-ны қолданған ыңғайлы. Осыған байланысты неғұрлым pKa мәні төмен болса, соғұрлым қышқыл күшті болады. Сіздердің алдарыңызда қышқылдық көрсеткіші берілген, кейбір қышқылдар мен кейбір қосылыстардың жаңағы мәндері көрсетілген. Льюистің қышқылдар мен негіздердің теориясы. Бұл теорияның басқаша электрондық теория деп те айтады. 1926 жылы американдық физик-химик Гилберт Ньютон Льюис қазіргі заманғы қышқылдық негіздік теориялардың бірін тұжырымдады. Протондық теориямен салыстырғанда бұл теория қосылыстардың кең бөлігін қамтиды. Осы теорияға сәйкес қышқыл дегеніміз бұл электрондық жұп акцепторы, ал негіз дегеніміз электрондық жұп доноры. Яғни қышқылдарда, Льюис қышқылдарында молекулада немесе бөлшекте ваканттық орбиталь болса, яғни молекуланың құраушы элемент атомында ваканттық орбиталь болса, онда Льюис қышқылы болып есептелінеді. Ал басқа молекулада немесе бөлшекте жұптасқан электрон болса, ол өзінің бос электрон жұбын бере алады, яғни донор бола алады. Сол себепті қышқылдық негіздік әрекеттесуге жаңағы бірнеше заттар, мысалдар келтіріледі, ол келесі слайдтарда көрсетіледі. Қышқылдық негіздік әрекеттесуге қатысатын орбитальдардың энергетикалық табиғаты жағынан Льюис қышқылы, яғни LUMO, энергиясы төмен бос молекулалық орбиталь бар молекула болса, ал Льюис негізі HOMO, молекулааралық өзара байланысқа энергиясы жоғары толық молекулалық орбиталі бар молекула болып есептелінеді.
Жеке Льюис қышқылдарына тоқталатын болсақ, Льюис қышқылдарына тек протон ғана емес, сонымен қатар барлық катиондар, металл галогенидтері, координациялық қанықпаған қосылыстар жатады. Яғни Льюис қышқылдары да бос ваканттық орбиталь болғандықтан немесе жаңағы сутек ионы болғандықтан олар электрофилдер деп те аталады. Электрофилдерге нақты мысалдарды айтатын болсақ, сутек протоны, азот қышқылы, күкірт қышқылы, азот қышқыл. Оған сәйкесінше олардың жаңағы бөлшектері NO2+, SO3+, NO+, бор, фтор, үш, алюминий хлориді, мырыш хлориді, темірдің хлориді, 3 валенті, бром 2, сұйық пероксиді, озон, су, аммиак және SO2, яғни күкірт диоксиді жатады. Бұл суретте алюминий хлоридінің электрондық құрылысы көрсетілген, алюминий хлоридінің молекуласының электрондық құрылысы көрсетілген. Яғни осы алюминий хлоридінің молекуласындағы алюминий атомының сыртқы энергетикалық деңгейінде 6 электрон бар екендігін білеміз. Яғни оның электрондық конфигурациясы аяқталмаған. Сондықтан ол электрофилдік қасиет көрсетіп, өзінің ваканттық орбиталіне 2 электрон қабылдай алады, 8-ге дейін жеткізу үшін. Темір хлориді, мырыш хлориді, бор, фтор, үш және тағы басқа қосылыстар алюминий хлоридіне ұқсас құрылған. Осындай қосылыстардың электрофилдік қасиеттері олардың каталитикалық белсенділіктерін анықтайды. Алайда Льюис қышқылдарына бос вакантты орбитальдардың болуы міндетті емес қосылыстар жатады. Мысалы, хлорсутектегі сутекте вакантты орбиталь жоқ. Неге десеңіздер, біз білетіндей хлорсутек молекуласында хлордың электр терістігі өте жоғары, және ол молекула полистенген электрондық тығыздық хлорға қарай ығысады. Бірақ толығымен сутекте бос ваканттық орбиталь қалмайды. Оған қарамастан хлорсутек Льюис қышқылы бола алады, себебі ол өзіне электрондық жұпты қоса алады, яғни акцептор бола алады. Льюис негіздері және қышқылдық негіздік әрекеттесу. Льюис негіздеріне барлық аниондар жатады. Мысал айтатын болсақ, гидроксид ион, ацетат ион, NH2 ион, тағы басқалар. Және бөлінбеген электрондық жұп немесе пи байланысы бар бейтарап қосылыстар жатады. Бұл су, спирттер, эфирлер, альдегидтер, аммиак, тағы басқа қосылыстар. Егер Льюис қышқылдары электрофилдер болса, онда Льюис негіздері нуклеофилдер болып есептелінеді. Нақты мысалдар келтіретін болсақ, H-, NH2-, OH-, RO-, RS-, RCOO-, тағы сол сияқты. Льюис теориясы алдыңғы теориялармен салыстырғанда кеңірек мағынаға ие. Оны келесі мысалда қарастырайық. Қышқылдық негіздік әрекеттесуді жаңағы аммиак пен бор трифторидінің арасындағы реакцияда көруге болады. Аммиак Льюис негізіне жатады, себебі азот атомында жұптасқан бос электрондар бар. Ол электронын донор ретінде бере алады, ал бор фторидіндегі бор да жаңағы вакантты орбиталь болғандықтан ол осы жұптасқан электронды өзіне қабылдай алып, Льюис қышқылы, яғни қабылдаушы, электрон қабылдаушы акцептордың рөлін атқарады. Осы бор трифторидінің аммиакпен әрекеттесу реакциясының нәтижесінде жаңағы аммиак пен бор трифторидінің арасында координациялық байланыс түзіледі. Айта кететін нәрсе, Арениус пен Бренстед-Лоури теориялары бор трифторидін қышқыл ретінде қарастырмайтындығын ескерген жөн. Льюис негіздері, Льюис пен Бренстед-Лоури теорияларының арасындағы байланыс қандай екендігін көрейік. Негізі өзара байланысты негіздер сутек иондарын қабылдаған кезде көрсетуге болады. Олардың мысалдары берілген. Су, гидроксид иондағы оттек атомында жұптасқан электрондар бар. Бос олар жаңағы сутек ионын қабылдай алады. Аммиак молекуласындағы азот атомында да жұптасқан электрондар бар. Олар да
жаңағы координациялық байланыс түзе алады сутекпен. Және де су молекуласында да су молекуласындағы оттекте бос электрондық жұбы бар. Сол себепті ол да аксоний ионын түзіп, жаңағы координациялы байланысты ион түзе алады. Металл комплекстерінің түзілуі қышқылдық негіздік реакцияларға жатады ма? Металл иондары оң зарядталған және әдетте бос электрондық орбитальдарға ие, сондықтан олар электрондық жұптың тиімді акцептор болады. Яғни Льюис қышқылдарына жатады. Анықтама бойынша біз білетіндей лигандтар бұл бөлінбеген электрондық жұбы бар және оны бере алатын молекулалар немесе аниондар. Олар демек Льюис негіздері болып есептелінеді. Олай болса, металл комплекстерінің түзілуін қышқыл мен негіз арасындағы реакция ретінде қарастыруға болады. Яғни металл ионы лигандпен металл комплексін бере алады. Мына суреттерде екі комплексті ионның түзілуі көрсетілген. Нақты айтатын болса, күміс катионы Льюис қышқылының рөлін атқарады, ал аммиак Льюис негізін атқарады. Диамин күміс ионын түзіп тұр. Келесі, мыстың ионы Льюис қышқылы ретінде, ал су молекуласы Льюис негізі ретінде бір-бірімен байланысып, комплексті гекса, аква, мыс 2 ионын түзіп тұр. Қатты жұмсақ қышқылдар мен негіздердің принципі туралы қысқаша айтып кететін болсақ, 1960 жылдары Пирсон Льюис пен Брэнстед теорияларын қатты және жұмсақ қышқылдар мен негіздер туралы ұғымдармен толықтырған болатын. Пирсонге сәйкес қатты қышқылдар олар өлшемі кішкентай, заряды үлкен, оң заряды үлкен, және де жоғары электротелістікке ие, полюстені төмен болатын электрондық жұп акцепторлары. Олардың мысалдары көрсетілген. Электрондық жұп орналасатын молекулалық орбитальдардың энергиясы төмен болады. Ал қатты негіздер олар осындай қасиеттерге ие, дәл осындай қасиеттерге ие, бірақ электрон донорлар. Олардың электрондық жұптары берілетін орбитальдардың энергиясы да төмен болады. Жұмсақ қышқылдар, яғни оң заряды аз, өлшемі үлкен, электротелістігі төмен және полюстені жоғары. Бұлар Льюис қышқылдары. Жұмсақ негіздер дәл осындай қасиеттерге ие Льюис негіздері. Жұмсақ негіздер мен қышқылдардың реакция түсетін орбитальдардың энергиясы әрине жоғары болады. Қатты қышқылдар мен негіздер көбінесе иондық сипатты байланыстар түзеді, ал жұмсақтар бұл ковалентті сипатты. Енді мына тапсырмаларды талдап көрейік. Бірінші тапсырмада Льюис қышқылы немесе Льюис негізі екендігін анықтауға арналған 5 бөлшек берілген. Олардың бірі аммиак молекуласы және BCD бұл катиондар. Демек, BCD бұл катион болғандықтан олар Льюис қышқылдар болып есептелінеді. Себебі оларда ваканттық орбиталь бар. Және олар электрон жұбын қабылдаушы акцепторлар. Ал яғни аммиак молекуласы бұл Льюис негізі станыстық. Және де бұл SO2 бұл Льюис қышқылы болып есептелінеді. Неге десеңіздер, күкіртте әлі де жұптасқан электрондар болса да, олар қосымша электрондық жұпты қабылдай алады. Сол себепті SO2 қышқыл болып есептелінеді. Екінші тапсырма, кремний тетрафторидінің қалай Льюис қышқылының қызметін атқаратындығын түсіндіріңіз. Мұнда кремнийде ваканттық орбитальдар болғандықтан және де ол ваканттық орбитальдарын электрондармен толтыра алатындықтан ол Льюис қышқылының қызметін атқара алады. Үшінші тапсырма, кальций оксиді мен күкірт диоксидінің арасындағы
реакцияны Льюис қышқылдық реакция деп, Льюис қышқыл негіздік реакция деп есептеп, жаңағы осы реакциядағы кальций ионың және SO2-дің жаңағы несін анықтау керекпіз. Қайсы қышқыл, қайсы негіз болады. Енді оның электрондық құрылысына келетін болсақ, кальций оксидінің құрамындағы оттекте электрондық жұптар бар, ал SO2-де әлі де жаңағы SO2 әлі де жұп электронды қабылдай алатындықтан кальций оксиді мұнда қышқылдың негізін, қышқылдың рөлін атқарады, ал SO2 кальций оксиді электрондық жұпты беріп Льюис негізінің қызметін атқарса, ал SO2 электронды қабылдап Льюис қышқылының қызметін атқарады. Төртінші тапсырма. Берілген мына бөлшектердің қайсысы Льюис негізі болып есептелінеді және металл катионмен әрекеттесе алады. Әрине, мұнда екі дұрыс жауап бар. Бұл фтор минус. Себебі фтор минуста жаңағы бос электрон бар, электрондық жұптар бар, және де күкірт сутек. Күкірт сутекте күкірт атомында жаңағы электрондық жұптар бар, олар электрондарын бере алатындықтан бұл Льюис негізінің қызметін атқарады және олар металл катиондармен әрекеттесе алады. Екінші тапсырма. Бренстед, Лоури, Льюис және Арениус теорияларының қолдану ауқымдылығына байланысты оларды мына берілген шеңбердің ішіне орналастыру керек және әрқайсының ерекшеліктерін қысқаша жазып көрсету керек. Жақсы, келесі металдардың аквакомплекстері. Лигандалар ретінде су молекуласы болатын иондар немесе молекулалар, бұлар жаңағы аквакомплекстер болып есептелінеді. Сулы ерітіндіде иондардың басым көпшілігі акваиондар түрінде кездеседі. Мысалы, бериллий H2O 4 2+, алюминий H2O 6 3+, және гексааква хром ионы, тағы сол сияқты. Осындай тұздардың су ерітінділері кристалданған кезде су комплекс түзушімен байланысты болады. Мысалы, жаңағы бериллий тетрааква сульфаты, алюминий гексааква хлориді, басқаша оның формуласын алюминий хлорид көбейтілген 6H2O деп жазуға болады. Яғни аквакомплекстерге сонымен қатар кристалл гидраттарды жатады деп айта аламыз. Барлық аквакатиондар сілтілік және сілтілік жер элементтерінен басқа, сонымен қатар талий бір, күміс бір элементтерінен басқа, олар катиондық қышқылдарға жатады. Сулы ерітінділерде гидролизденетте қышқылды орта түзеді, яғни pH мәні 7-ден төмен болады. Сонымен қатар комплекс түзуші атомның тұтылу дәрежесі неғұрлым жоғары болса, қышқылдық қасиеті де соғұрлым жоғары болады. Оны біз алда темір 2+ және темір 3+ иондан қарастырғанда талдайтын боламыз. Сонымен қатар айта кететін нәрсе, көптеген металдардың кешенді қосылыстары олар түсті болады. Мысалы, кобальт 2 хлоридінің гексагидраты қызғылт түсті, мыс 2 сульфатының пентагидраты көк түсті, никель 2 сульфатының гексагидраты жасыл түсті. Темір 2, темір 3 тұздары ерітінділерінің ортасы қандай? Әрине қышқылды орта көрсетеді. Яғни гексааквакомплексті иондағы су молекулалары оң зарядталған орталық металл ионның әсерінен поляризацияланады, қышқылдық гидролиз жүреді. Осымен, яғни қышқылдық ортаның түзілгені түсіндіріледі. Жаңағы темірдің 3+ және 2+ иондар бар ерітінділерді, олардың ортасын салыстырған кезде, жаңағы темір 3+ ионның pH мәні төменірек болады, яғни қышқылдығы жоғары болады. Оған немене әсер етеді екен? Яғни заряд жоғары болған сайын, өлшемі кішірек болған сайын электрондық тығыздық жоғары болады. Осыған байланысты координацияланған су молекулаларындағы байланысқан электрондар, олар жаңағы координацияланған су молекулаларындағы байланысқан электрондарды күштірек тартады да,
оттек сутек байланыстарын әсер етеді. Осыған байланысты қышқылдық гидролизге келеді. Ал феррум 2+, оның өлшемі үлкен, заряды төмен, демек электрондық тығыздығы да төмен. Сол себепті оның жаңағы су ерітіндісінде қышқылдық орта төменірек болатындығы көрсетіледі. Металл иондарының қышқылдық негіздік реакцияларына келетін болсақ, аква иондардың аммиакпен реакциясы. Аква иондар аммиакпен әрекеттескенде металлдардың гидроксидтері тұнбаға түседі. Себебі аммиак суда ерігенде диссоциацияланады да жаңағы гидроксид иондарын түседі. Ал кейбір металлдардың суда ерімейтін гидроксидтері жаңағы аммиактың артық мөлшерінде ериді. Оны біз алдағы слайдта кестеде көретін боламыз. Металл иондарының сілтілермен реакциясына келетін болсақ, қышқылды немесе сілтіні қосу су ерітіндідегі жаңағы металл H2O6N+ және металл H2O5OH N-1 плюс дәрежесіндегі иондарының арасындағы тепе-теңдікке әсер етеді. Сілтілер тепе-теңдікті оң жаққа қарай жылжытады және ерімейтін металл гидроксидінің тұнбаға түсуіне келеді. Жалпы схемада көрсетілген жаңағы металлдың гексааква ионы гидроксид ионымен әрекеттескенде гидратталған металл гидроксиді түзілетіндігі. Яғни гидратталған металл гидроксиді бұл ерімейді, суда ерімейтін зат, ал металлдың гексааква комплексті ионы олар суда ериді. Аква иондардың карбонаттармен реакциясы. Карбонаттар металл 2 аква иондарымен әрекеттесіп металл 2 карбонаттарының тұнбасын түседі. Мысалы айтатын болсақ, мырыш нитратының натрий карбонатымен әрекеттескенде мырыш карбонаты түзіледі. Немесе темірдің эквивалентті сульфаты натрий карбонаты немесе калий карбонатымен әрекеттескенде темірдің эквивалентті карбонаты түзіледі. Алайда темірдің 3 ионы натрий карбонатымен әрекеттескенде гидролизденуінің нәтижесінде металлдың жаңағы темірдің 3 гидроксиді тұнбаға түседі де көмірқышқыл газы бөлінеді. Оның жалпы жаңағы аква иондардың карбонаттармен реакциясы төменде көрсетілген. Бұл кестеде сіздерге гексааква иондардың жаңағы түстері көрсетілген және де гексааква иондардың гидроксид, яғни сілтімен немесе әлсіз негіз аммиакпен әрекеттескенде тұнбаға түсетін заттардың формулалары көрсетілген және түстері көрсетілген. Сонымен қатар гидроксидтің, яғни сілтінің артық мөлшерінде қандай өзгеріс болатындығы және қандай комплексті иондар түзілетіндігі көрсетілген. Сонымен қатар аммиактың артық мөлшерінде қандай комплексті қосылыс түзіледі және қандай өзгерісті байқайтындығыңыз көрсетіледі. Және карбонат ионмен реакция өнімдері көрсетілген. Мысалға тоқтайтын болсақ, бір жаңағы сілтік жер металлы және бір комплексті ауыспалы металлдың мысал ретінде жаңағы бір ионды алатын болсақ. Магнийдің гексааква ионы бұлар көбінесе әрдайым түссіз қосылыс түзеді және де аммиакпен немесе сілтімен әрекеттескенде дигидрокса, тетрааква, магний жаңағы комплексті қосылысын түзеді. Артық мөлшерінде бұл қосылыс ерімейді. Кімнің аммиак пен сілтінің артық мөлшерінде бұл қосылыс суда ерімейді. Аммиакта ерімейді және де сілтінің артық мөлшерінде де ерімейді. Ал мысалы мыстың гексааква ионын аммиактың біраз мөлшерімен әрекеттестіргенде немесе сілтінің біраз мөлшерімен әрекеттестіргенде көк түсті тұнбаның түзілетіндігін байқаймыз. Сілтінің артық мөлшерінде бұл зат, яғни мыс гидроксиді суда ерімейді, суда да ерімейді, сілтінің артық мөлшерінде де ерімейді. Алайда аммиак жаңағы комплекс түзетін лиганды болатындықтан ол жаңағы мыс гидроксидін ерітіп сәйкесінше әдемі көкшіл күлгін түсті ерітіндіні көретін боламыз. Бұл яғни мыстың жаңағы амино комплексі түзілетіндігін дәлелдейді.
және де карбонатпен әрекеттескенде көк түсті мыс карбонаты түзіледі. Ал алюминийді алатын болсақ, бұл екідайлы металл және оның қосылыстары да екідайлы болады. Демек, алюминийдің гексааква комплексі, гексааква ионы сілтінің және аммиактың біраз мөлшерінде тұнба береді, ал артық мөлшерінде жаңағы бұл тұнба еріп кетеді де комплекстік қосылыс түзіледі сілтінің артық мөлшерінде. Карбонатпен жаңағы гидроксид береді де көмірқышқыл газы бөлінеді. Негізі бұл екінші бағанда көрсетілген комплекстік қосылыстардың ықшамдалған формуласын былай да жазуға болады. Мысалы, магний гидроксиді, алюминий гидроксиді, хром гидроксиді, хром 3 гидроксиді, марганец гидроксиді және тағы сол сияқты. Бұл яғни реакция теңдеуін жазған кезде бізге ыңғайлы болу үшін беріледі. Енді мына тапсырманы орындап көрейік. Металл аква ионының натрий карбонатымен реакциясынан түзілген өнімді таңдаңыз. Бізде темір, хром, алюминий және мырыштың гексаква иондары берілген. Солардың жаңа натрий карбонатымен әрекеттесу реакциясының нәтижесінде қандай зат түзіледі? Оны біз жаңағы темірдің зарядына қарай аламыз және анықтай аламыз. Темірдің заряды мына жерде 2+, сол себепті мұнда бізде темірдің карбонаты түзіледі. Хром гексааква ионын натрий карбонатының ерітіндісімен әрекеттескенде бізде комплекстік қосылыс түзіледі, яғни 3 гидрокса, 3 аква хром түзіледі. Алюминийде бізде комплекстік қосылыс түзіледі, карбонат түзілмейді. Ал мырыштың заряды 2+ болғандықтан, мұнда мырыштың карбонаты түзіледі. Осымен біз сіздермен бүгін әртүрлі қышқылды негіздік теорияларды ажыратуға арналған теориялық мәліметтерді қарастырдық. Және де металл аква иондарының құрылымын тану мен білуге арналған. Осы иондардың әрекеті мен қышқылдық табиғатын, олардың аммиак гидроксид және карбонат ерітінділерімен ерімейтін гидроксид және комплексті ион түзу жүретін реакцияларды қарастырдық. Енді мынадай үй тапсырмасы беріледі. Около 25% из 14 миллионов книг в библиотеке Конгресса находятся в слишком хрупком состоянии, частично из-за кислотности бумаги, на которой они были напечатаны. Және келесі сілтеме берілген. Реставраторам хорошо известны случаи повреждений пергаментных и бумажных рукописей чернилами, вплоть до выпадения отдельных букв и строк и полного разрушения материалов текстовой части. Енді осы жаңағы мәліметтерге байланысты мынандай тапсырмалар беріледі. Неліктен қағаз жасау мен басылымдарда алюминий сульфаты мен темір купарасын қолдану қағаздың қышқылды болуына әкеледі? Жауапты Льюис қышқылдары теориясы тұрғысынан түсіндіріңіз. Және екінші тапсырма, неліктен қағаздағы қышқыл мөлшерінің артуы қағаздың қараю мен беріктік көрсеткіштерінің төмендеуіне әкелетіндігін түсіндіріңіз. Қағаздың қышқылдығын бейтараптаудың баламалы тәсілдерін ұсыныңыз. Екінші тапсырма, қосымша мәліметтерді қолдану арқылы орындайтын тапсырма. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.